Marvel әлемі комикстан бұрын кино саласы арқылы көптеген кейіпкерлерді барша әлемге танымал етті. Бүгінгі санымызда Marvel'дің болашақ көшбасшысы Крі әскерінің жоғары дәрежесіне ие болған Капитан Марвел туралы баяндаймыз. Сонымен Кэролдың өзінен бастайық. Кэрол Денверс комикстарда жай ғана ұшқыш болған. Содан кейін Крі әскерлері жерге келгенде Кэролмен соқтықсады. Соның зардабынан Крі өз әскерін жоғалтады. Ал Кэрол сол сәтте Капитан Марвел күшіне ие болады. Оны байқап қалған Крі әскерлері Капитан Марвелдің миын тазартып, өздеріне бағынышты қылып қояды. Сол себепті Кэрол ғарышта өмір сүріп, жер планетасы жайлы ешнәрсе білмейді. Кек алушылардың арасында Кэрол Денверс тек қана Тони Старкпен жиі текетірескен. Осының кесірінен азаматтық соғыс екі оқиғасы орын алған. Соғыстың басталуына Родидің қазасы түрткі болды. Комикста Кэролдың сүйікті мутант мысығы болған. Оның ерекше қабілеті бар. Оны алдағы минуттарда айтамыз. Және де кино әлем нұсқасы бойынша Кэрол ең мықты кек алушыға жатады. Бұл ақпаратты Marvel студиясының продюсері Кевин Файги растады. Енді фильм жайлы сөз қозғайық. Капитан Марвел фильмі. Екі режиссер мен 300-ге жуық адамның еңбегі 7 наурыз күні көрермендерге жол тартады. Фильмді көрмей тұрып, мына ақпараттарды біліп алсаңыз артық етпейді. Капитан Марвел фильмі 4-ші фаза мен кек алушылар ойының соңы фильміне тікелей қатысты болады. Тіпті кішігірім спойлер десек те болады. Сюжет бойынша Крі әскерлері мен скрулдар арасындағы үлкен соғыс кезінде скрулдар жерде тессеракт барын біліп, жерге шабуыл жасайды. Крі әскерлері келгенде ұшқыш Кэрол апатқа ұшырап, Капитан Марвел өміріне қадам басады. Ал фильмдегі сюжет Марвел кино ғаламының 1995 жылдарын баяндайды. Фильмде басты антагонисттер скрулдар және олардың басшысы Талос, Ронан, Крі әскерлері. Криліктер Кэролдың миын басқару арқылы скрулдарға және адамдарға қарсы шығарып қояды. Кэрол өзінің өткен шағын, ата-анасын ешқайсысын есінен түсіре алмайды. Скрулдар деген кімдер? Скрулдар дегеніміз кез келген тіршілік иесінің бейнесіне ене алады. Оған қоса санасындағы ақпараттарды да көшіріп ала алады. Комикстарда скрулдар нағыз жауыздар болған. Ғарышта олардың жеке ғаламшары да болған. Сол жерде әртүрлі ауқымды техникалар мен мықты ұшақтар жасап отырады. Және скрулдар бір адамның бейнесінде ұзақ жылдар бойы жүре алады. Ал енді ойланыңыздар, кек алушылардың арасында кім скрул болып шығуы мүмкін? Ойларыңызды пікір алаңына қалдырып кетіңіздер. Жас Ник Фьюри. Бұл фильмде барлығы күтіп жүрген кезең. Тәжірибесі аз, әрі жас қалқанның жай ғана мүшесі Ник Фьюри осы фильмде болады. Ник Фьюри Капитан Марвелдің құпиясын ашып, жауларды жеңуіне көмектеседі. Ник Фьюри қазіргі кек алушыларға Кэролды неге көмекке шақырмады? Кэрол Фьюримен достасып кеткен соң, Кэрол Фьюриге пейджер қалдырып кетеді. Егер көмек керек болса, хабарыңды күтемін деген ниет білдіреді. Фьюри Кэролдың мықты екенін біліп, оны тек қатты қажет кезде шақыруды ұйғарады. 2012 жылы Читаури мен Локи шабуылдағанда, 2013 жылы Мали Кейт, 2014 жылы Гидра және қысқы жауынгер, 2015 жылы Альтрон шабуылдағанда еш қайсында шақырмады. 2018 жылы Танос шабуыл жасап, діттеген мақсатына жетіп, децимиция жасағанда шақыруды жөн көреді. Себебі кек алушылар 6 шексіздік тасына төтеп бере алмады. Әрине, Тордан басқасы.
Фьюри күлге айналмас бұрын Пейджер мен Кэролге хабарламаны жіберіп үлгереді. Бұл сәтті Капитан Марвелдің соңғы титрі немесе кек алушылардың 4-ші бөлімінен көріп қалармыз. Фильмде болатын ерекше кейіпкер туралы тілге тиек етейік. Комикста болғандай, Кэролдің сүйікті жануары мутант мысық. Оның есімі Гус. Фильмді көрген кинокритиктер көрермендерге ерекше жануардың қабілетін керемет екендігін жеткізді. Оның қабілеті өте ерекше, ал оны Марвел құпия сақтап отыр. Міне достар, кезекті санымыз өз соңына жетті. Және де біздің ВКонтакте желісіндегі тобымызға тіркеле кетіңіздер. Қызықты мемдер, теориялар, комикста белгілі оқиғалар сіздерді күтеді. Сілтеме видеоның сипаттамасында. Капитан Марвелге арналған видеомыз ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қайталансын ба, алыстарға алып кет мені, ғарышымнан келіп өт мені.